Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ерекше пирожки рецептін ұсынып отырмын. Ол үшін бір картопты аламыз да осындай бөліктерге бөліп, қазанымызға салып, үстіне суын құямыз да піскенге дейін қайнатамыз. Картопымыз піскенге дейін жасыл жуамызды осылай турап аламыз барлығын. Піскен картоптарымызды сүзгіштен өткізіп мискаға саламыз да пюре қылдырамыз. Картоптарыңызды жақсылап езіп алыңыздар, ешқандай ішінде комок болмауы керек. Енді бір жұмыртқаны жарып саламыз да тұзын қосып, тағы да араластырамыз езіп. Енді әлгінде картоптарымызды пісірген судан 200 мл алып қосамыз. Одан әрі 1 шай қасықпен ашытқы және 1 шай қасықпен қант қосып, тағы да араластырамыз. Ендігі кезегі жуаларды да осының ішіне қосып, тағы араластырамыз. Енді 500-550 грамм ұнымызды аламыз да қамыр қылдырып илей бастаймыз. Иленген қамырдың үстіне 3 ас қасықпен сұйық май құямыз да бетін пищевая пленкамен жауып, қамырымыз ашып көтерілгенге дейін күтеміз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін қолымызды майлаймыз да әлгі қамырларға осындай форма береміз. Барлығымызды жасап шыққаннан кейін біраз 10-15 минуттай нанымыз көтерілу керек. Қамырымыз кеуіп кетпес үшін үстіне осы орамалмен жауып қоясыздар. Қазанымызға май құямыз да жақсылап қыздырып, майымыз дайын болғаннан кейін пирожкилеріміздің барлығын осы майда қуырып аламыз.
Мінекей ерекше пирожкилерimiz дайын болды. Сіздерге ас болсын. Достар, мен видеоларыма лайк басып, каналыма тіркеліп, және қоңырауша белгісін басуды өтінемін. Келесі көріскенше.